кысыраак 1986 жылғы желтоқсан окугасына катышкан желтоқсанчылардын аты. Кайрат Рысқалбеков бар, және де Сабира, тағы да басқа көптеген жас студенттер қатысқан. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, мен жастарға сенем деген өлең жолдарының авторы. Оның авторы әрине Мағжан Жұмабаев. Желтоқсанның аққан жұлдызы, ақ жазықтың аруы кім? Ләззат? Қазақ деген затым бар, еркек тоқты құрбандық, адам десең атым бар деген жанды сөздердің авторы, мұны айтқан Қайрат Рысқалбеков. Алмас қылыш, жанталас, қаһар атты бөлімдерден тұратын кітап. Бұл Ілияс Есенберлиндікі көшпенділер трилогиясы деп аталады. Айша Бибі кесенесі қайда орналасқан? Айша Бибі кесенесі Тараз қаласында орналасқан. Қазақ хандығында халық саны Хай ханның тұсында миллион адамға жетті. Қасым ханның тұсында миллион адамға жетті. Қазақстан тәуелсіздігін ең алғаш мойындаған ел Түркия.